Баршаңызға сәлем, ассалаумағалейкум, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осыны үлпілдегі мақтадай жұмсақ және де сүзбе қосылған бөлкелердің рецептін бөлісетін боламын. Қолжетімді құрамдардан жасалады және де көп уақытыңызды алмайды және де тез желініп қалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ол үшін жылы сүт қажет. Жылы сүтті сүтіңіз салқын болып жатса, алдын ала жылытып аласыздар. Одан кейін қантымызды саламыз, бір ас қасық ашытқымызды саламыз және де жақсылап араластырамыз. Одан кейін 2 жұмыртқа саламыз және де тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей сары май керек бізге ертілген. Мінекей сары майымызды саламыз. 1 шай қасық ванильді қант, 1 шай қасық тұзымызды саламыз, толтырмай, және де жақсылап тағы да араластырып аламыз. Мінекей араластырып алғаннан кейін ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды жай-жайдан сала отырып, осындай күрекшенің көмегімен немесе қолымыздың көмегімен осылай жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды бетін жауып, жаңағы 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін біздің қамырымыз осындай болып көтерілді. Енді бізге салмасын дайындау керек болады. Мұнда менде сүзбеге 1 жұмыртқа қосамыз және де қант қосамыз. Дәміне қарай және де дәміне қарай ванильді қант қосамыз. Ванильді қант қоспасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңызбен, және де блендермен жақсылап араластырып, ешқандай түйір қалмайтындай қылып жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің нанымыз осындай болды. Енді осы нанымызды жайып аламыз. 4 бұрышты қылып, жұқа қылып, қазір сіздерге қалыңдығын көрсететін боламын. Мінекей ондай жұқа да емес, ондай қатты қалың да емес, осындай қалыңдықта жайып аламыз. Және үстіне банағы біздің сүзбелі салмамызды салып, жақсылап барлық жеріне жететіндей қылып, күрекшенің көмегімен осылай жағып шығамыз. Мінекей барлығын жағып шығамыз да, осыны шетінен бастап жаңа ораймыз. Рулет сияқты қылып, орама сияқты қылып ораймыз. Және де осындай біздің жіптің көмегімен осылай бөліп аламыз. Пышақпен де бөлсеңіздер болады, бірақ жіппен өте ыңғайлы. Барлығын бірдей бөлікте бөліп аласыздар. Бірдей қалыңдықты жаңағы протеинімізге пергамент қағазын орналастырып, үстіне бөлкелерімізді салып, бір немесе 2 саруымызға 1 шай қасық немесе 2 шай қасық сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, бөлкелеріміздің жандарын, үстерін осылай жағып шығамыз. 180 градуста 25 минуттай, 30 минуттай бөлкелеріміз қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Мінекей пісіріп аламыз. Біздің бөлкелер осындай болып шықты. Ол піскеннен кейін осылай көтеріледі, пышный болып өте жұмсақ болып шығады. Мінекей қараңыздар, қандай жұмсақ, өте жұмсақ және де ыстықтай керім желініп кетеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осы рецепті сақтап алыңыздар. Лайк басып және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, келесіде шығатын видеолардан құр қалмайтын боласыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.